Домбыра туралы баллада «Сәлем саған туған ел», ғашықтар жыры, қарағым айсында құлақ құрышын қандыратын әуезді әуенімен тыңдарманның жүрегіне жол тапқан белгілі композитор, 200-ден астам әннің авторы Кеңес Дүйсекеевтің туғанына 70 жыл. Осыған орай бүгін Елордадағы Қазақ ұлттық өнер университетінде Дүйсекеевтің шығармашылық кеші өтті. Салтанатты шара барысында Қара шаңырақтың студенттері композитордың туындыларын орындап, өнерлерімен көпшілікті тәнті етті. Әрі Дүйсекеев қолтаңбасының айрықша қасиеттері көңілге қонымдылығында, музыка тілінің мәнерлілігінде екендігін тағы бір мәрте дәлелдегендей. Концертте автордың симфоникалық туындыларымен қатар эстрадалық әндері де орындалды. Осы университетте композиция кафедрасында, композиторлар дайындайтын кафедрада профессормын. Со 5-6 шәкіртім бар. Құдайға шүкір, жылда бітіріп жатыр, оқып жатыр, талантты балалар. Қазақтың кең даласында таланттар жеткілікті. Мен 70-ке келгенде марқайып отыратын жағдай жоқ. Себебі творчествоның адамымыз. Кеңес ағамыз тек қана эстрадалық ән жазбаған, бүгінсінің өте керемет симфониялық музыкалары бар, талғамы өте биік. Мен өз басым өте үлкен өнер қайраткары ретінде, Парасат орденінің иегері ретінде өте қатты құрметтеймін. Кеңес ағамыздың осы мерейтойына қарсы біздің мемлекеттік сыйлықтың лауреатына ұсынып отыр біздің университет атынан. Мен шын жүрегіммен тілектеспін.